Сәлем қымбаттыларым. Видеоларымыздың кеңінен таралуы үшін видеоның астына лайк басуды ұмытпаңыздар. Ресейден тынымсыз болған қоңыраудың әсерінен мазаланған Шарафат апаның ұлдарына алаңдай бастады. Үлкен ұлы осында, ал екі баласы Ресейде еді. Әрбір телефон қоңырау кезінде үлкен ұлы Низам аға сыртқа шығатын еді және қатты ренжіп қайтады екен. Бұл жағдай 60 жастан асқан анаға күдіктене көрінді. Низам ұлым, тыныштық па? Неге мазалысың? Бауырларың жақсы ма? Я, апа, бәрі жақсы, сәлем айтып жіберді, деп әңгімені бұратын еді. Шын мәнінде інісі 21 жаста мұсылман вагоннан шыққан өрттен қатты күйіп қалған еді. Серіктестерінің бірі сол жерде қайтыс болып, 3 адам ауруханаға орналастырылды. Низам аға бұл жаңалықты анасына айтқысы келгісі келмеді. Телефон шырылдаған кезде үйден шығып сөйлесетін. Бірақ ана жүрегі сезді. Осылай 2 күн өтті. Кеш сағат 21-де қайтадан қоңырау келді. Низам аға шығып кетті. Сәлем, тыңдап отырмын. Аға, жылаған күйі үлкен інісі сөйлейтін еді. Мұсылманжан, бауырымыздан айырылып қалдық, өмірін сақтап қала алмадық. Аға жылап тұрды. Низам аға жерге жығылып түсейін деді. Баяу отырып, о Аллам, о Алла, неге, жоқ деп ащы сөздер көз жастарын төгетін болды. Телефоннан ажыратуды да ұмытып кетті. Екі ағайынды екі жақта тұрып қан жылайтын еді. Қараңғы түн, қара бұлт, жаңбыр жауады. Низам аға анасын естімеу үшін оның жүрегі бос болғанша сыртқа олжылап отырды. 1 сағаттан соң үйге кірді. Анасы үйде ұйықтап жататын еді. Низамның анасы науқас еді. Қызарған көздерін сүртті. Әйеліне барды. Әйелі де бар әңгімені айтты. Әйелі де қайын інісінің мезгілсіз қайтыс болғанын үшін жылады. Есік пен терезені ашып, жарысқа шам жақты. Ерлі-зайыптылар бір уақытқа дейін жылап, ұйықтап қалды. Ай мынау түн, ай інімді алып кеткен түн. Келесі күні Низам аға жасырын дайындалатын еді жерлеуге. Сыртта мұңайып отырған ана өздері сезінді. Тағы бір телефон қоңырауы Ресейден келді. Келесі күні таңертең табытты алып баратынын айтты. Низам аға анасына айтуды шешті. Апа, бүгін кешке Мүсілімжан мен Маров Ресейден келеді. Неге балам, бейбітшілік пе? Ананың бетінен уайым пайда болды. Я, апа, Мүсілімнің сәл ғана мазасы қашыпты. Келіп емделеді. Не болды, балам? Мені алдама. Не болды өзі? Анасы жылай бастады. Низам аға бір амалдап анасын жұбататын. Бірақ Шарафат апа уайымдап бастады. Бұл алы ештеңе емес еді. Бәрі алда еді. Келесі күні таңертең, Низам таңертең тұрып бірдеңені күтіп отыратын еді. Барлық жер таза, үлкен көлік келді. Қақпаның алдына тоқтады. Аға тоқтаусыз жылап жүгірді. Қақпаны ашты. Көлік ішке кірді. Көліктен түскен Маров Низам ағасымен бірге жылап отырып есікті ашты. Олар біраз уақытқа дейін бір-біріне қарап, бауырына басып жылап жіберді. Бұл жағдайды көрген тасжүрек те жылайтын еді. Қайын енесі мен немерелері осы көріністен таң қалып сыртқа шықты. Марufжан жүгіріп барып деді, апа, деп жылай бастады. Оны мынау жағдайдан ащы жылау ғана күтіп тұрды. Балам, неге сен жылайсың? Неге жылап тұрсың? Амансың ба? Жақсы келдің бе? Қаны менің кенжем? Ол менің Мүсілімім, деп жан-жағына қарады. Теңіректің адамдары жиналып барды. Осы кезде көліктің адамдары табытты арқасына түсіріп, аулаға жақындатып келетін еді. Шарафат апа не болғанын түсініп, құртқандай болды. Мен шыдай алмаймын. Жоқ, балам, Мүсілімім, деп қырылдаған дауыспен табытқа жабысты. Табыт адамдар жерге қоюға мәжбүр болды. Ана табытты құшақтап, балам, тұр, балам, деп табытты ашуға тырысты. Бірақ Марuf апа, ашпаң,
деп анасына. Ол жамбасынан тартып құшақтап баласын жоғалтқан ана табытқа басын қойып жылап тұрды. Тұтас көрші туыстар және 2 қызы да ағасының жерлеуіне келді. Анаға табытты көрсетпеді. Өрт салдарынан марқұм Мүслімжан танымастай күйіп кеткен еді. Жаназа оқылып және дұға ету басталды. Мүслімжан 21 жаста қара топырақты денесінен салқындатты. Қазір ақыры берекелі болсын. Куәгерлердің қатарында бол, аумин. Шарапат апа күндіз түні қиын. Балам деп жылап отырды. Айтқандай жылап жіберді. Менің балам мезгілсіз кеткен, қайыршыдай. Оянбаған балам. Анаң кетті. Мені қалайсың, балам? Жанымды алшы, балам. Өртенген балама. Тауықтың жүрегі жаралы балама. Табыты ұшып кеткен балама. Ай, құшағымнан ұшқан балам-ау. Құдайға жылағаным жеткілікті. Құрметті көрермен, бұл тамаша оқиға көптеген достарымыз бен бауырларымызға жету үшін лайк басып, арнамызға жазылуды ұмытпаңыз. Баршаңызға Алла разы болсын.